Қайырлы күн, құрметті әріптестер, ұстаздар. Сіздерге бүгін 6 сыныпқа арналған керемет ашық сабақты көрсеткім келеді. Бұл жерде қымжысы тиянақты жазылған, сондай-ақ барлығы бір слайдтың ішінде қамтылған. Яғни ұйымдастыру кезеңінен сабақты бекітуге дейін барлық бір слайдтың ішінде. Сабақтың тақырыбы пропорция. Пропорцияның негізгі қасиеті. Оқу мақсаты 6-1-2-5, 6-5-2-2. Ұйымдастыру кезеңінде жасанды интеллект бойынша видео жасалған. Сол жерде оқушылар өз ойларымен бөлісіп сөйлемді аяқтайды. Жүрекшені басы әдісі арқылы 3 топқа бөлінеді. Алмастыру әдісі арқылы 76 есепті үй жұмысына бересіз. Қайталау білім айнасы я жоқ әдісі арқылы мына жердегі тұжырымдарды оқып, өздерінің жауаптарын ұсынады, сосын тексереді. Практикалық тапсырмаға 79 есепті 3 топқа бөліп береміз. Қасында дискрипторымен көріп тұрсыздар, қамшыда шешу жолымен. Сосын функционалдық сауаттылық тапсырмасы дәмді сусын деп аталады. Айдана үйде лимонад дайындамақ. Лимонад үшін 2 стакан шырынға 5 стакан су қосылды. Шырын мен судың қатынасын тап дейді бұл жерде. Осы қатынасқа сәйкес 6 стакан шырынға қанша стакан су қажет екенін анықта. Есепте пропорция құрылған пропорцияны оқу және негізгі қасиеті арқылы дұрыстығын тексер. Сергіту сәтінде ютубтағы қимылдарды қайталайды. Жеке жұмысқа ою әдісі арқылы оқулықпен жұмыс алды. Бұл жерде тапсырмалар ауқымды, сосын сабақты бекітуге Kahoot платформасын қолданамыз. Енді слайдты көрсетейін. Слайдта осы қымыжда айтылған дүниелердің бәрі қамтылады. Барлығы сараланған тапсырмалар мен оқу мақсатына жеткізетін нақты әдіс тәсілдер алынған. Енді сіздерге көрсетейін. Пока слайдқа қосып қоясыздағын өте бересіз сабақтың тақырыбы деп. Сосын ұйымдастыру кезеңіне жағымды психология ахуал орнатуға мына видеороликті қосып қоясыздар да осыны көрсетесіздер. Екінші өтсін. Мінекей. Мына жерді басасыз, астыңғы жағында сөйлейді. Сәлем достар. Мен атаның ауыр затын үйіне апарып келейін. Сонда ата маған риза болады ғой. Оған дейін сендер ұстазымыздың жасырған сөздеріне анықтама беріп айта беріңіздер. Осыдан кейін мына жерлерді басып жіберсеңіз, мына сабақта еңбектенсем, армандарыма жету үшін қыркүйек айының несі дәйек сөздері қамтылған. Өз ойларын айтады ары. Сосын қыркүйек айы еңбекқорлық пен кәсіби біліктілік айы. Аптаның дәйек сөзі жанұям, қорғаным, ата-анам, тірегім болады. Ары қарап жүрекшені бастап, қай топта екенді біл дейді. Бұл жерде мына жүрекшені басу арқылы әр оқушы өзінің қай топта екенін біледі және топтасады. Неге? Үй жұмысы мына көршіні тексер әдісі арқылы дәптерлерді тексереді. Жауап тақтада көрініп тұрады. Сосын я жоқ әдісі арқылы қайталау. Бұл жерде мына тұжырым дұрыс болса я дейді, мына қате болса жоқ дейді. Осылай тексеру дегенді басса жауаптар шығады. Одан кейін топтық тапсырмалар 3 топқа тапсырма, сосын жауабын тапсырма. Кітапта есеп. Мына функционалды сауаттылық жауабы, мына ютубта қайталау, сергіту сәті. Сосын мына оқулықпен жұмыс бізде. Сәлеметсіздер ме, қадірлі оқушылар? Сөйлейді. Ою-өрнектер бұл біздің халқымыздың рухани мәдениетінің бір бөлігі. Ата-бабаларымыздың даналығымен өмір сүру салтын бейнелейтін өнер туындылары. Қазақтың ою-өрнектерінде жасырынған сұрақтарға жауап берейік. Сәлеметсіздер ме? Бекіту тапсырмасы Kahoot-тан алып, осы жеріне кіріп кетсеңіз болады. Енді сіздерге жұмыс дәптерін көрсетейін. Жұмыс дәптері де бар. Жұмыс парағы деп жатамыз ғой. Жұмыс парағы. Kahoot-ты көрсетейін. Kahoot сілтемен басқаннан кейін осылай тұрады. Play Solo деген басасын астыңғы жақта. Сосын Classic деген сөз шығады, соны басу керек. Одан кейін барып бізде тапсырмалар экранға шығады. Егер үлкен экранымыз болса, Classicті басамыз, тақтаға оқушыларды шығарып жасадыңыз, жақсы көрінеді. Немесе орында отырып жасаса да болады.
жазу керек иә x-ті табындайтын пропорция уақыт береміз уақыт жетеді мына жерден x табу керек так сосын